Неге кеште телефон экранына қарағаныңыздан кейін көзіңіз қызарады? Не үшін ұйықтайман деп жатқаныңызға 1 саат болса да ұйықлай алмайсыз? Бұның себебін еш ойлап көргенсіз бе? Бұның жауабы көк нұр һәм мелатонин арасындағы сырлы күресте. Себебі телефонлар һәм планшетлер денемізді кеште де ояу сақлайды. Сондай-ақ ұйқы гормонын да бұзып жібереді. Бүгінгі видеомызда айне көк нұрлар не үшін ұйықлай алмауымызға себеп болуын көріп шығамыз. Негізінен біздердің ұйықлай алмауымыздың бірнеше тикарғы себеплері бар. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып лайк басуды ұмытпаң. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл. Тайын болсаңыз басладық. Біріншілерден болып бұған стресс һәм уайымлар себеп болуы мүмкін. Хәдден тысқары көп ойлау мидың тынышлануына тосқынлық етеді. Бұл болса ұйқы гормонын тосып қояды. Бұнан тысқары натуры ауқатлану, физикалық активліктің жетіспеушілігі һәм инсомния сияқты ұйықлай алмауға тиесілі медициналық кеселдіктер де себеп болуы мүмкін. Дене ішкі саатының бұзылуы да ұйқысызлықтың ең үлкен себеплерінен бірі. Біздің организмімізде табиғи биологиялық саат болып, ол қараңғы һәм жақтылық сигналларына қарай ұйқы һәм жақтылық жағдайларын басқарады. Егер бұл ритм бұзылса, мысалы, кеште телефон ямаса телевизор экраны алдында ұзақ уақыт қалып кетсек, ямаса үздіксіз ұйқы уақытымызды өзгертіп жіберсек, миымыз мелатонин деп аталушы ұйқы гормонын аз іздеп шығарады. Нәтижеде ұйықлай алмаймыз. Ал мелатонин өзі не һәм ол қандай істейді? Мелатонин бұл инсан денесінде іздеп шығарылатын табиғи гормон. Оның тикарғы вазипасы болса, ұйқы гормонын басқару. Мелатонин базада ұйқы гормоны деп те айтылады. Ол тикарынан миде эпифиз безінде іздеп шығылады. Күндіз құяш нұры инсан көзлеріне түседі. Мидегі арнаулы рецепторлар жақтылықты сезеді һәм дене мелатонин іздеп шығаруды тоқтатады. Сол себеплі біз сергек һәм энергияға толы боламыз. Қараңғы түскенде болса, көздер жақтылықты аз қабыл етеді. Ми мелатонин іздеп шығара бастайды. Мелатонин қанда көбейгенде денеміз дем алу һәм ұйықтау уақыты келді деген сигнал алады. Экранларда, яғни телефон, планшет, ноутбук, телевизорларда LED ямаса OLED технологиясы қолданылады. Бұл технологияларда жақтылық іздеп шығарылады һәм ол түрлі рең толқынларын тарқатады. Жақтылықтың құрамында blue light, яғни көк нұр деп аталатын қысқа толқынлы һәм энергиясы күшлі жақтылық та бар. Көк нұр бұл негізінен көзімізбенен көре алатығын жақтылықтың бір бөлегі, яғни апайы түрде біз көре алатығын жақтылық, мысалы, құяштың нұры ямаса телефонның нұры. Сондай-ақ бұл нұрлардың ішінде көк реңде болған арнаулы толқынлар да бар. Бұл жақтылық жүда күшлі болып, миымыз һәм көзімізге тікелей тәсір етеді. Жоғарыда айтып өткенімдей, бұл табиғи түрде құяштың нұрында да бар. Дегенменен электрон экранларда да үлкен мағдарда шығарылады. Телефон ямаса планшет экраны істегенде көк толқынлар көзімізге турдан туры ұрылады. Мидегі биологиялық саат жақтылықты күндіз деп қабыл етеді. Нәтижеде мелатонин іздеп шығару тоқтайды. Ұйқы сигналы кешігеді. Көк нұр энергиясы басқа реңдерге қарағанда күшлілеу, сол себеплі ол миге көбірек тәсір етеді. Әсіресе кеште ямаса ұйқыдан алдын экранға қарау ең зиянлы болып, ол ұйқы сапасын жаманластырады. Ұйқы негізінен біз ойлағаннан да құрамалылау процесс. Жақсы ұйықлай алмау себебі болса, көзіміз көретұғын, бірақ сезбейтұғын бір нұрда болуы мүмкін. Мелатонин менен біргелікте инсан организмінде циркади ритмлер деп аталушы ішкі биологиялық саат та бар. Бұл ритмлар біздің 24 сағатлық тұрмыс циклімізді басқарады. Яғни біз қашан ұйықлаймыз ямаса қашан тұрамыз, хәттекі гормонларымыз қашан іздеп шығарылуын да белгілейді.
Табиатта ұйқы механизмі сондай шөлкемлестірілген. Құяш батуы бұл ұйқы процесінің басланғаны деген сигнал болып табылады. Құяш батуы менен жақтылық азаяды. Мидегі эпифиз безі қараңғылықты сезеді һәм мелатонин іздеп шығара бастайды. Мелатонин қанда көбейгенде инсанда жеңілдік, көздерде ауырлық, тынышлану сезіле бастайды. Сол уақытта денеміз ішкі саатына енді демалу уақыты келді деген табиғи сигнал жіберіледі. Табиғи шариғатта сыртқы жақтылық азайғаны сайын денеміз өз-өзінен ұйқы жағдайына өтеді. Ешқандай жасалма араласу, экран нұры ямаса кешкі стресс болмағанында бұл процесс жүда машқаласыз өтеді. Айымғы дәуірлерде адамлар тек қана құяшқа сүйеніп жасаған, яғни ол уақытта электр лампалары, экранлар ямаса жасалма жақтыландыру жоқ еді. Соның ішінде адамлар құяш батуы менен жұмысларын тоқтатып, ауқатланып, соңынан ұйқыға кететін болған. Табиғи қараңғылық денеге күшлі сигнал береді. Сондай-ақ ұйқы да табиғи болған. Себебі ішкі биологиялық ритмлар жасалма бұзылмаған. Бүгінгі күнде болса, экранлар, телефондағы жақты нұр, телевизор бұл табиғат берген секілді бұзады. Нәтижеде инсан миы еледе күндіз деп ойлайды һәм мелатонин іздеп шығармайды. Циркадий ритмлер бұл табиғат тарапынан берілген жетіліскен ішкі саат. Құяш һәм қараңғылық арқалы бұл саат денемізді басқарады. Жасалма жақтылық, атап айтқанда көк нұрлар болса, бұл табиғи ритмді бұзып, ұйқысызлыққа себеп болады. Табиғат бізге ұйқыға таярлану үшін қараңғылықты берген еді. Бірақ заманауи тұрмысымызда, әсіресе көк нұр тарқататын құрылмалар себеплі бұл табиғи процесс бұзылмақта. Көк нұр тек ұйқы ритміне тәсір етпейді, ал инсан организміне де күшлі зиян жеткеруі мүмкін. Мелатонин тек қана ұйқыны, бәлкі рухи жағдайды да тәртіпке салушы гормон. Егер де көк нұр мелатонинді пәсеттірсе, бұл рухи тең салмақтылықты бұзады. Зерттеулер соны көрсетеді, мелатонин жетіспеушілігі кейпияттың түсуіне, депрессия һәм тынышсызлық сезімінің күшеуіне алып келеді. Harvard Medical School зерттеулеріне қарағанда кеште көк нұрға тәсірленген инсанлар арасында депрессия симптомлары 50% көбірек ұшырайды. Осының менен бірге циркадий ритмлер бұзылғанда дененің стресс дәрежесі артады. Стресс гормонларының артуы жүрек қан тамыр системасына ұнамсыз тәсір көрсетеді. Тұрақлы мелатонин жетіспеушілігі болса, қан басымын жоғарылатуға һәм жүрек ритмінің бұзылуына алып келуі мүмкін. Sleep Foundation зерттеулері соны көрсетеді, ұйқы ритмін бұзған инсанларда жүрек кеселіктері қаупі 2 есе артады. Денедегі ұйқы гормонының бұзылуы және метаболизм айнуы һәм семіру мүмкіншілігін келтіріп шығарады. Гап сонда мелатонин ұйқы уақытында аз сіңіру процесслерді тең салмақтылыққа келтіреді. Егер ұйқы бұзылса, дененің инсулин сезгірлігі азаяды. Инсулин денедегі құмшекер мұғдарын тәртіпке салады. Бұның нәтижесінде құмшекер дәрежесі муапықластырылмайды. Метаболик синдромлар, атап айтқанда семірушілік, қантлы диабет қаупі рауажланады. National Institutes of Health, яғни халықаралық денсаулық институты мағлұматларына қарағанда, мелатонин жетіспеушілігі һәм ұйқы айнуы 2-ші тип диабет һәм семірушілік мүмкіншілігін 40%-ке шекем арттырады. Және Harvard University тарапынан өткерілген атақлы зерттеу соны көрсетеді, көк нұр тәсіріндегі адамларда мелатонин іздеп шығару мұғдары әдети қараңғы орталыққа қарағанда 2 теңдей азлау болады. Экспериментте кешкі уақыт экранға қараған инсанлар орташа 1,5 сағат кешлеу ұйқылауын, ұйқыға кету қиынласқаны һәм ұйқы сапасы жаманласқаны бақыланған. Бұл зерттеулерден келіп шығатын болсақ, көк нұр тек қана ұйқы сапасын жаманластырып қоймай, бәлкі дененің ұлыма саламатлығына да үлкен қауіп тудырады. Зерттеулер соны анық көрсетеді, көк нұр денсаулық үшін жүда қауіп тудырады. Сол себеплі бүгінгі күнде ұйқыны қорғау бойынша анық һәм нәтижелі шаралар ұсыныс етілген. Яғни жақсы ұйқы үшін зарулы ұсыныстар бар. Оларды әмелде қолдау арқылы сау һәм сапалы ұйқыға ерісуі мүмкін. Бірінші орында кеште жақсы ұйқылауымыз үшін миымыз һәм денеміз оған туыры таярлануы керек. Ал бұның үшін болса, көк нұр тарқататын құрылмалар, атап айтқанда ноутбук, планшет, ямаса телефонларды ұйқылаудан кемінде 1 сағат алдын өшіру ұсыныс етіледі.
Көплеген телефон ham kompyuterlerde Night Shift, Eye Comfort, yamasa Blue Light Filter сияқты функциялар бар. Бұл режим текарынан телефондағы көк спектрді азайтады. Әлбетте, көк нұр азайса, мелатонин ислеп шығару табиғи жағдайда давам етеді. Дене қараңғылықта мелатонин ислеп шығаруды көбейттіреді. Әр қандай жасалма жақтылық. Хәтте саат ямаса апуайы Wi-Fi модемінің кіші шырағы мелатонинді төмелетуі мүмкін. Сонымен бірге ұйқы алды ізбе-із етілетуін тәртіпте ұйқы сапасын белгілейді. Экспертлер пікіріне қарағанда, ұйқыдан алдын қағазлы кітап оқу электрон құрылмаларға қарағанда бір қанша пайдалы есапланады. Қағазлы кітап оқу инсанды һәм миды біраз тынышландырады. Ең ахметлісі, кітап оқып батырғанда экран һәм көк нұр жоқ. Солай екен, дененің табиғи ұйқыға таярлану процесі бұзылмайды. Бұнан сқары медитация ету да ұйқыға таярлықтың нәтижелі ұсылы есапланады. Медитация мидегі хәдден тыс активлікті азайтады. Стресс һәм тынышсызлықты жеңілдестіреді. Сондай-ақ денеге дем алу сигналларын жібереді. Дененің табиғи ұйқы процесінде ішкі температурасы төменлейді. Сол себеплі хананы салқын сақлау ұйқы сапасын жақсылау үшін жүдә зарурлы есапланады. Идеал хана температурасы 18-20 градус атрабында болуы ұсыныс етіледі. Хәдден тыс ыссы ямаса суық хана ұйқыны бұзуы мүмкін. Сонымен бірге тыныш һәм шауқымсыз орталық та жаратылуы керек. Себебі денеміз һәм миымыз атраптағы қауіпсізлік дәрежесіне қарай реакция білдіреді. Егерде бөлме тыныш һәм шауқымсыз болса, онда миге ешқандай қауіп жоқ, енді ұйқылап демал деген сигнал пайда болады. Бұл болса терең һәм үздіксіз ұйқы үшін жақсы шараят жаратып береді. Амели ұсыныстарда болса, айнекті ашу ямаса хананы самалатып тұру ахметлі есапланады. Ал фон үшін болса, тыныш табиғат дауыслары ямаса арнаулы ұйқы музыкаларынан пайдалану мүмкін. Бүгінгі заманауи тұрмыс ритмінде көплеген инсанлар өз ұйқысына онша ітібар бермейді. Телефон экранлары, электрон жақтылықлар, бұлардың барлығы біздің табиғи ұйқы механизмімізді бұзып, саламатлығымызға сезілерлі зиян жеткізбекте. Бірақ текарынан біз өз ұйқымызды өзіміз бұзбай, режимді дұрыс сақлауға үйренуіміз керек. Ұйқы бұл апуайы дене демалатығын уақыт емес. Бұл біздің иммунитетіміз, рухи тұрақлылығымыз һәм ұлыма тұрмыс сапамыз үшін ахметлі есапланады. Сапалы ұйқы арқалы біз күшлі, бақытлы һәм саламат боламыз. Сол себеплі кеште ертерек ұйқылап, көк нұр тарқататығын құрылмаларды өшіріп, миыңыз һәм денеңізге дем беруді ойлап көрің. Естеп қалың кіші өзгерістер де үлкен нәтижелерге алып келуі мүмкін. Таңлау мұдамы өз қолыңызда. Бүгінгі санымыз сізге ұнады ма және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.